Бүгін 4 қараша. Мен 1, 2, 3 қараша күндеріне арналған есеп түсірейін. Бүгінгі күннің есебін, 4 қарашаның есебін бөлек бейнежазбаға жазамын. Қысқасы қараша айы керемет өтіп жатыр. Барлық айлар сияқты. Барлық адамдарда да осындай барлығы керемет болсын деп тілеймін. Қараша айы қалай басталды? Біріншіден 31 қазан күні сағат 23:59-дан кейін сағат 00:00 болды. Сол кезде қараша айы басталды. 1 қараша. Ол бізде сенбі күні сияқты. Сенбі күні не істедік? Сенбі күні мына жаратылыс иесіне бір заттар алдық, өйткені оны кішкене емдеу керек. Және де оған демалыс беру керек. Жексенбі күні демалыс болды, және де бір тауларға бардық. Демалысты солай өткіздік. Кеше күн 3 қараша ініммен бірге бір жерге бардым. Ол да керемет күн болды. Жақсы күн. Және бүгін 4 қараша, бүгінгі күннің есебін бөлек жазамын деп ойлаймын. Қысқасы болды.